Дәл осы советский вафлиді ұнатпайтын адам жоқ шығар. Енді осы видеодағыдай ерекше әдіспен ішіне әртүрлі жеміс-жидектерді салып, начинкамен, начинкасыз да ұсынсаңыздар болады. Енді өте дәмді болып шығады. Сіздерге ең керемет бір жасағаннан ақ шығатын рецептті қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа 5 жұмыртқа саламыз, және де үстінен қант, сонымен қатар қалауларыңызша кішкене ванильный сахар қосып, барлығын жақсылап миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Одан кейін жұмсақ сары май қосамыз. Мен әдеттегідей өзіміздің отандық өнім Айс компаниясының керемет сүт өнімдерін қолдандым. Оның ішінде нағыз сары майы. Барлығын жақсылап араластырып, соңында массаға ұнды салып араластырамыз. Осымен біздің вафлидің массасы дайын. Біраз қасықтан алып отырып, вафельницаға салып, тез-тез шам алғанда қызартып пісіріп аламыз. Осылай суымай тұрып, кез келген формада орауға болады. Яғни 3 бұрышты немесе трубочка етіп орауға болады. Немесе маған ең қатты ұнаған әдіс осы үшіншісі, яғни начинка салуға ыңғайлы болатындай осылай орап қойсаңыз.